Егер әңгімем ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа әсерлі хикаялар ұсынуға шабыт береді. Рахмет. Мен анамды ұзақ жылдар бойы жеңеше деп атадым. Бұл сөзді айтқан сайын ештеңені түсінбейтін кішкентай қыз едім. Мен үшін ол қалыпты нәрсе болатын. Себебі мен есімді білгелі атанам деп атаған адамдар ата мен апам еді. Мен дүниеге келген күні апам мені бауырына басқан екен. Қазақтың бұрыннан келе жатқан салты бойынша тұңғыш немере ата әжесінің баласы саналған. Анам ол кезде өте жас болыпты. Өз баласын өзіне алып қалуға жүрегі дауаламаған. Үлкендердің сөзіне қарсы келмепті. Мені анама тек емізуге ғана береді екен. Емізіп болған соң қайтадан апамның құшағына әкеліп тапсырады екен. Осының бәрін кейін білдім. Ал балалық шағымда мен үшін жалғыз шындық бар еді. Ол менің атанам осы кісілер. Апамның иісі әлі күнге дейін есімде. Жылы орамалының иісі. Таңертең мен оянғанша пешке от жағып, табаға бауырсақ пісіріп жүретін. Көзімді ашсам болды. Тұр құлыным, шайың дайын, деп маңдайымнан сүйетін. Мен сол сүйістен кейін ғана күнімнің басталғанын сезетінмін. Атам өте сабырлы адам еді. Ол көп сөйлемейтін, бірақ әр сөзі жүрекке жететін. Мектептен жылап келсем, ештеңе сұрамай қасына отырғызатын. Адамның көңілін ешкім мәңгі жаралай алмайды. Бүгінгі жасың, ертеңгі күшің болады дейтін. Сол кезде сөзінің мағынасын түсінбейтінмін. Қазір түсінемін. Үйге тәтті келсе, ең үлкен маған сақтайтын. Қонақ келсе, әкеліңдер, менің қызым қайда? Деп алдымен мені шақыратын. Ешкім маған дауыс көтермейтін. Біреу ұрысса, апам бірден араша түсетін. Баланың көңілі нәзік болады. Қатты сөйлемеңдер дейтін. Сондықтан мен өмірдің барлық жері осындай мейірімге толы шығар деп ойлайтынмын. Бірақ 8 жасында өмірімнің ең ауыр күні келді. Атам дүниеден өтті. Сол күні үйдің іші бұрынғыдай болмай қалды. Апамның жүзіндегі күлкі жоғалды. Кешкісін терезенің алдында үнсіз отыратын болды. Мен қасына барып, апа, неге жылайсыз? Деп сұрайтынмын. Жылап отырған жоқпын, қызым. Көзіме жел тиіп кетті, деп күлімсірейтін. Бірақ оның көзіндегі мұңды бала болсам да сезетінмін. 2 жылдан кейін. Мен 10 жастайдым. Бұл жолы апам да көз жұмды. Жерлеу күні адамдар көп болды. Бәрі мені аяп жатты. Бірақ мен ештеңені түсінбей тұрдым. Тек бір нәрсені ғана білдім. Енді мені таңертең ешкім құлыным деп оятпайды. Енді мен ауырсам, ешкім түн бойы маңдайында сипап отырмайды. Енді мені ешкім менің қызым деп еркелетпейді. Апам кеткен күні менің балалық шағымда бірге кеткендей болды. Бірнеше күннен кейін анам мен әкем мені өз үйлеріне алып кетті. Жұрттың бәрі, енді өз ата-анаңның қолында өсесің. Бәрі жақсы болады деді. Бірақ мен үшін ол үй бөтен еді. Қабырғалары да, иісі де, тіпті дастарханы да. Бәрі маған жат көрінді. Ең қиыны менің туған анамның жанында өзімді бөтен адамдай сезінуім еді. Ол маған жылы қарауға тырысатын. Шашымды тарап беретін. Киімімді дайындайтын. Бірақ мен жүрегімді аша алмадым. Інім мен сіңлім оның мойнына асылып, мама, деп еркелеген сайын, кеудемде түсініксіз бір қызғаныш қысып кететін. Мен де дәл солай еркелегім келетін. Бірақ батылым жетпейтін. Өйткені мен үшін мама деген сөз ешқашан айтылмаған сөз еді. Мен оны ішімнен ғана анан деп ойлайтынмын. Ал дауыстап айта алмайтынмын. Сол күннен бастап менің жүрегімде ешкімге айтылмаған бір реніш пайда болды. Ол реніш жылдар бойы менімен бірге өсті. Менің тағдырымды өзгерткен мұрахатқа дейін. Жаңа үйге келгеніме бірнеше ай өтсе де, өзімді сол үйдің баласында сезіне алмадым. Анам барын салатын. Таңертең оятып, шашымды өріп береді. Мектепке шығарып салады. Кешке сүйікті тамағымды дайындап қояды. Бірақ мен оның әрбір жақсылығын қабылдай алмадым. Ішімде көзге көрінбейтін бір қабырға тұрғандай еді. Ол қабырғаны анам да, әкем де бұза алмады. Бір күні мектептен көңілсіз келдім. Сыныптас қыздар ата-аналар туралы әңгімелесіп отыр екен. Бірі, анам кеше маған көйлек алып берді, деді. Екіншісі, әкем екеуміз серуендеп келдік, деп мәз болды. Ал мен үнсіз отырдым. Өйткені мен кім туралы айтуымды білмедім. Мені өсірген ата-анам жоқ. Ал туған анамды жүрегім әлі қабылдай алмай жүр. Сол күні үйге келіп, ешкіммен сөйлеспей, бөлмеме кіріп кеттім. Анам соңымнан келді. Қызым, не болды?
деді жай ғана. Ештеңе. Мектепте бірдеңе болды ма? Жоқ. Ол үндемей шығып кетті. Біраздан кейін қолыма бір кесе ыстық шай мен бауырсақ әкеліп қойды. Дәл апам сияқты. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Бірақ тағы да үнсіз қалдым. Жылдар өте берді. Мен өскен сайын мінезінде тұйықтала түсті. Анам бірде ұрысса, мен оны кешірмейтінмін. Інімді еркелетсе болды. Міне көрдің бе? Мен емес, соларды жақсы көреді, деп ойлайтынмын. Кейде ашумен, сен мені ешқашан жақсы көрмедің, деп айтып қалатынын. Анамның жүзі сол сәтте өзгеріп кететін. Ол үндемейтін. Тек көзінен жас көрінетін. Бірақ мен ол жастың себебін түсінгім келмейтін. Мен өзімді ғана айтымын. Бір күні көрші әжей маған: «Анаң сен үшін қанша жылағанын білсең ғой», деді. Мен бірден ашуланып: «Жыласа неге мені алып кетпеді?» деп жауап бердім. Әжей ауыр күрсінді. «Ол кезде бәрі басқаша еді, қызым. Жоқ, егер ана болса, бәрібір алып кетер еді». Сол сөзінді айтып кетіп қалдым. Артынан әжейдің: «Өскенде бәрін түсінесің», деген даусы ғана естілді. Уақыт өте берді. Мектеп бітірдім, колледжге түстім. Үйде бұрынғыдай көп ұрыспасақ та, анам екеуміздің арамыздағы көзге көрінбейтін қашықтық сол күйі қалды. Ол маған қамқор болатын, ал мен тек сыпайы жауап беретінмін. Жүрегімде әлі де бір ғана сұрақ тұрды. Неге мені өз қызың ретінде алып қалмадың? Бірақ бұл сұрақты ешқашан қоймадым. Өйткені жауабын естігім келмейтін сияқты едім. Күздің бір күні үйді реттеп жүргенде анам: «Апаңның ескі сандығын ашатын уақыт келген шығар», деді. Даусы бір түрлі дірілдеп шықты. Сандыққа бұрында талай қарағанмын, бірақ ашуға жүрегім дауаламаған. Бұл жолы кілтті бұрап, қақпағын көтердім. Ішінен апамның орамалы, ескі көзілдіргі, атамның сағаты, сарғайған суреттер шықты. Бәрін қолыма алып отырып, еріксіз жылап жібердім. Сол кезде сандықтың түбінде жатқан ақ конверт көзіме түсті. Конверттің сыртында апамның өз қолымен жазылған 4-ақ сөз бар екен. Қызымызға, біз кеткен соң. Қолым дірілдеп кетті, ал анам болса есіктің алдында үнсіз жылап тұр еді. Конвертті қолыма алған сәтте жүрегім кеудеме сыймай соғып тұрды. Бұл апамның жазуы. Мың адамның арасынан да танитын жазу. Бала күнімде дәптерінің сыртына атымды дәл осылай әдемілеп жазып беретін. Сол қолтаңбаны көргенде көзімнен жас өздігінен сырғып кетті. Анам үндемей: «Оқы, қызым, біз де бұл хатты саған дейін ашқан жоқпыз», деді. Мен аң-таң болып анама қарадым. «Сонда сіздер де оқымадыңыздар ма?» «Жоқ, бұл сенің атыңа жазылған хат. Апаң көзі тірісінде мен кеткен соң ғана бересіңдер», деп аманаттап кеткен. Бөлме іші тым-тырыс болды. Конверттің аузын жайлап аштым. Ішінде бірнеше бүктелген ақ қағаз жатыр екен. Алғашқы жолын оқыған сәтте-ақ көзім бұлдырап кетті. «Қызым, егер осы хатты оқып отырсаң, демек біз екеуміз бұл өмірде жоқпыз». Тамағыма бірдеңе кептеліп қалғандай болды. Жазуды әрі қарай оқуға шамам келмей, көз жасымды сүрттім. «Біз сені дүниеге әкелген жоқпыз, бірақ Алла бізге сені тәрбиелеуді нәсіп етті. Сен біздің өміріміздің ең үлкен қуанышы болдың. Сен келген күні үйімізге күлкі келді». Көз алдыма апамның күлімдеген жүзі келді. Әр таң сайын құлыным деп оятқаны. Қолымнан жетектеп мектепке апарғаны. Атамның иығына мінгізіп алып жүргені. Бәрі көз алдымнан кино сияқты өте бастады. Хаттың келесі жолдарын оқыдым. Бір нәрсені өмір бойы айтып үлгермей кетеміз бе деп қорқатынбыз. Сондықтан осы хатты жазып отырмыз. «Қызым, анаңа ешқашан ренжіме». Мен селк ете қалдым. Анам да басын төмен түсірді. «Сен дүниеге келгенде анаң әлі өзде бала еді. Біз сені өз қолымызға алғанда ол күнде жылап жүрді. Түнде сені сағынып, бөлмеңе жасырын кіріп, иіскеп шығатын». Қолым қалтырай бастады. Бұл қалай? Мен өмір бойы анам мені қимаған жоқ деп ойлап келдім. Ал хатта мүлде басқа әңгіме жазылған еді. Бір күні қызыңды алып кетемін деп бізге айтқан. Бірақ әкеңнің де, біздің де көңілімізді қимай, үнсіз қалған. Ол кезде үлкеннің сөзінен аттау деген жоқ еді. Сол үшін өз-өзін өмір бойы кінәлап өтті. Мен хатты оқи алмай қалдым. Жанарымнан жас тоқтар емес. Ақырын ғана анама қарадым. Ол терезеге қарап тұр екен. Иығы дірілдеп кеткен. Сол сәтте мен алғаш рет анамның да жылдар бойы
үнсіз азап шеккенін сездім. Ал мен оның жарасын одан сайын тереңдете берген екенмін. Хаттың соңғы беті әлі оқымаған еді. Апам дәл сол бетте менің өмірімді түбегейлі өзгертетін ең соңғы аманатын жазып кеткен болатын. Қолындағы хаттың соңғы бетін ашуға батылым жетпей біраз отырдым. Жүрегім бұрынғыдай емес еді. Осы уақытқа дейін мен өзімді ғана жәбірленуші санап келдім. Ал қазір анамның да үнсіз көтерген жүгі болғанын алғаш рет сезіндім. Терең дем алып, хаттың соңғы бетін оқи бастадым. Қызым, егер жүрегіңде бізге деген сағыныш болса, оны анаңа деген ренішке айналдырма. Біз кеткен соң жалғыз қалатыныңды білдік. Сол үшін ең қатты қорыққанымыз сенің анаңнан алыстап кетуім еді. Көз жасым хаттың бетіне тамып жатты. Біз сені ешқашан анаңнан тартып алған жоқпыз. Біз тек саған ата мен әженің мейірімін бергіміз келді. Ал анаң сені күнде көріп тұрса да құшақтай алмай, қызын деп еркелете алмай өмір сүрді. Бұл да анаңның көтерген сынағы. Мен хатты кеудеме қысып, жылап жібердім. Өмір бойы бір ғана сұрақтың жауабын іздеппін. Неге мені алып кетпеді? Ал шын мәнінде ешқашан ол кезде анам не сезінді деп ойламаппын. Хаттың ең соңында апамның таныс жазуымен тағы бірнеше жол тұр екен. Бізден саған қалатын дүние көп емес, қызым. Үйде, малда, ақшада қалдырмаймыз. Біздің ең үлкен мұрамыз бір-біріңе деген мейірім. Егер бізді шынымен жақсы көрсең, анаңды кешір. Ол сені өмір бойы жақсы көрді. Тек оны көрсете алмады. Хат аяқталды. Бөлменің іші үнсіз. Тек менің өксігім ғана естіледі. Басымды көтеріп анама қарадым. Ол көз жасын сүртіп отыр екен. Мен орнымнан баяу тұрдым. Оған қарай бір-екі қадам жасадым. Жақындаған сайын жүрегім қатты соғып кетті. 20 жылдан бері арамызда тұрған көзге көрінбейтін қабырға құлайын деп тұрғандай еді. Анам маған үрейлене қарады. Мүмкін мен тағы ренжиді деп ойлаған шығар. Бірақ мен ештеңе айтпадым. Барып оны құшақтап алдым. Алғаш рет. Өмірімде бірінші рет. Анашым деген сөз өздігінен аузымнан шығып кетті. Ол селк етіп мені қатты құшақтады. Екеуміз де үнсіз жыладық. Сол үнсіздіктің ішінде жылдар бойы айтылмаған өкініш те, сағыныш та, кешірім де бар еді. Біраздан кейін анам ақырын ғана: "Мен осы бір сөзді 20 жылдан бері күттім, қызым", деді. Сол сәтте мен апамның маған қалдырған ең қымбат мұрасы хат емес екенін түсіндім. Ол жүректі қатайтпай, кешіре білуді үйреткен аманат еді. Ал сол күні мен бір ғана емес, екі анам бар екенін сезіндім. Бірі мені өмірге әкелген анам. Екіншісі маған ананың мейірімін сыйлап кеткен апам. Екеуінің де махаббаты шынайы екен. Кек тағдыр оны екі түрлі етіп көрсеткен. Сол күннен кейін өміріміз бірден өзгеріп кеткен жоқ. Жылдар бойы қатып қалған мұз бір күнде ерімейді екен. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Біз үнсіз қалмайтын болдық. Бір кеште анам екеуміз аулада шай ішіп отырдық. Күн батып бара жатты. Екеуміз де ұзақ уақыт үндемедік. Сосын анам өзі сөз бастады. "Сен кішкентай кезінде мені жеңеше деп шақырғанда жүрегім қан жылайтын", деді. Мен үнсіз тыңдап отырдым. "Саған білдірмеуге тырысатынмын, бірақ әр жолы ішімнен қызым деп айта беретінмін". Даусы дірілдеп кетті. "Бір күні сен 5 жасар кезінде маған жүгіріп келіп, құлап қалған тізеңді көрсеткенсің. Мен сені құшақтай бергенімде, апаң жыламайды, өзім жұбатамын деген еді. Сол күні бөлмеге кіріп алып, таң атқанша жыладым. Менің көзімнен тағы да жас шықты. Мен мұны ешқашан білмеппін. Өйткені мен өзімнің ғана сағынышымды көріппін, ал анам өз сағынышын ешкімге көрсетпеген. Сіз маған неге ештеңе айтпадыңыз?" деді маған. Анам мұңайып жымиды. "Сен ата әжеңді қатты жақсы көрдің. Мен олардың аруағына көлеңке түсіргім келмеді. Бір күні өзі түсінеді деп күттім. 20 жылдан аса күтті. Сол күннен бастап мен анамды бұрынғыдан жиі құшақтайтын болдым. Кейде еш себепсіз. 'Анашым, шаршадыңыз ба?' деп сұраймын. Ол күліп: 'Жоқ, қызым, енді шаршамаймын' дейді. Бұрын мұндай қарапайым сөздердің өзі біз үшін арман еді. Апамның сандырын әлі күнге дейін сақтап келемін. Ішінде оның орамалы, көзілдірігі, атамның сағаты және сол хат жатыр. Кейде сағынып кеткенде сандықты ашамын. Орамалын бетіме басамын. Сол баяғы бала күнімнің иісі келгендей болады. Хатты қайта оқимын. Әр оқыған сайын жаңа бір мағына табам. Қазір өзінде анамын. Балам жүгіріп келіп мойныма асылған сайын жүрегім елжіреп кетеді.
Сол кезде анам есіме түседі. Қызымды дәл осылай құшақтағым келген шығар, деп ойлаймын. Ал апам есіме түскенде, мені дәл осылай аялап өсірді ғой, деп күлімсіреймін. Екеуіне де деген алғысым шексіз. Кейде адамдар менен сен кімді көбірек жақсы көрдің? Ата әжеңді ме, әлде ананды ма? Деп сұрайды. Мен ондайда күліп қана, адамның жүрегі екі адамды қатар жақсы көруге жетеді екен деймін. Өйткені мені дүниеге әкелген анам бар. Мені адам қылып өсірген апам бар. Екеуі де менің анам. Ал маған қалған ең үлкен мұра хат емес. Бір-бірін үнсіз жақсы көрген үш адамның махаббаты еді. Сол мұраны енді өз балаларыма жеткізу менің міндетім. Бұл оқиға аяқталғанмен, өмірдегі көптеген адамның тағдырына ұқсайтын, қазақы салт дәстүр мен отбасы арасындағы нәзік сезімдерді көрсететін шынайы аяқталу болып шығады. Сіз осы оқиғада кімдікі дұрыс деп ойлайсыз? Қыздікі ме, әлде анасыныкі ме? Пікіріңізді міндетті түрде жазыңыз. Бір-бірімізді құрметтейік.